Бектенов 108 мектеп гимназиясы 10 сынып оқушысы айтысқа дайындалып отырсын. 3-ші жұп боп 5-ші нөмірді суырған Ахмет Рауан 126 мамандандырылған лицейдің 10 сынып оқушысы мен 6-ші нөмірді суырған Айбар Сауытхан 172 мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысы айтысады. Ендеше ағайын, алдарыңызда 1-ші жұп номері 154-ші жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушысы Совет Шапағат және оның қарсыласы номері 200 мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысы Тұңғатар Калина. Ал ақындар сәттілік, қошеметтеп шалып қойыңыздар. Өлеңді қап жүргенде өретінмін, таңдайдан тәтті өлеңді төгетінмін. Ең алдымен амандасып халықпенен еліп сәлемімді беретінмін. Сондықтан жақсылап бір қолда жібер, соққанларын көз-өзіңе сенетінмін. Ақындар айтысы додасына ақтығын көтерейін деп отырмын. Қарсылас айтысуға жайлымысың, жаяусың ба жоқ әлде тайлымысың? Екеуміз қысқа нұсқа айтысайық, жорға болсам өзіңе сай жүрісің. Мен деген бір мектептің мақтанышы, сен дағы бір мектептің байлығысың. Жамбыл бабам құсап толған алсаң, болайын бүгін сенің ай күмісің, алдыменен амандасып алайыншы. Айтыс деген патшасы әнмен күйдің, сөздерімді шығара алмай әбден күйдім. Амандасу қазаққа тән емес пе, халқым менің ассалаумағалейкум әлейга. Ассалаумағалейкум алтын елім. Мен үшін ең ұлысың, ең іресің. Ауданымда әдейі бас жүлде алдым, осы қола домбыраға келу үшін. Амансың ба әділ қазақ алқаларым, қалайсыздар? Ақындардың ақыл сөзін санамалап санайсыздар. Айтыларды айтқызбай-ақ сезесіздер, бас жүлдені әділетті бересіздер. Қарсыласым сағанда көңіл бұрайыншы, өлеңіме сені қосып жырлайыншы. Киіп алған киіміңнен айналдым сол үшін мына сенің қолыңды алайынша. Бұл жерде отырғандар бағалы адам,
әй шапалақ ұрып бір қойсаңдаршы, жыртылып мақтадым ғой бағанадан нәбиға. Қазақстан бұл негізі ғажабыстан, жұмылып жұдырық болайықшы бір тұтастан. Коррупцияға жол жоқ қой негізінде, жемқорлықсыз жасайық әділетті Қазақстан нәбиға. Жаратқан 18 мың ғаламдарды, мүмкін емес өзгерту замандарды. Еңбек адамы ел тірегі демейді ме? Ең алдымен құрметтеу керек еңбекшіл адамдарда уәгиға осындайда өлең жырды төгейікші, қарсыласым не дайындады көрейікші. Шаттаған сөздеріңді айтып берші, көп ұзамай сөз кезегім берейікші уәгиға. Өлең жиып айтыстың қырманына, шығар дебем қалинаның бір жағынан. Жаттап келген өлеңді айт дейсің, ойың бар түсіретін тұзағыңа. Жамбылдай бола біл деп айтып едім, мұқсаты бол олардың жұрнағына. Жамбылдай болмақ түгіл айналайын, татымадың жамбылдың тырнағына. Тұрғызып қар өлеңнің мұнарасын, жырлайын жұртыма жыр сұрағансың. Қазақтың тарихына көз жүгіртсек, батыр боп ақ найзамен туаласың. Шұбырып бір кездері ақ табан боп көргенбіз Алқакөлдің сұламасын. Одан кейін ашаршылық белең алып, өзім таппай үзіліп құлағансың. 86 жылдары ызға соғып сергелеңге түсті ғой тұралашым. Колбинді басшы қылып қоймаймыз деп алаңда азаттықты сұрағасың. Алаулаған жастарды қойдай қырған кім білмейді желтоқсан драмасын. Қайрат сынды жастардың арқасында азаттыққа жетті ғой бұл алашым. Тәуелсіздік күніне 30 жыл бол, қазағым менді қайтып жыламасын. Елімде тәуелсіздік мәңгі болып, байрағы қазағымның құламасын. Үйде, алшы. Ұқсамайсың деп қоясың жамбылдың тырнағына. Үйде. Көрмей тұрсың мына менің бар қырымды. Ұқсаймын ғой жамбылдың бар жырына әлиға көңілі. Үйде, әп бәрекелді. Ойбай-ау, мен сені лапылдаған отпа десем. Сөйлеген сөздеріңнен жанбай қалған отты сезем. Туған тілдің тұғырын қалай сырлар екен, жырлар екен.
пілде онсызда яни голоден деп сайрап жүр ғой ашаршылды жасап берген қолбен тілге уәлиға Öyle. тақырыптың таңдаулысы тәуелсіздік жаттаған сөздеріңді қоя тұр сен тақырыптан ауыт қылмай тура жүрсең тақырыптың таңдаулысы тәуелсіздік ал ендеше тәуелдіден тәуелсізге қашан кірдік әгиғагым Öyle. Hep berekeli. Al cevap ver. айтыстың біз қыздырып аламанын жүйріктей көпті жарып шабаламын сөзіңді жаттап келдің деп айтасың мен өзімде суырып сала аламын Öyle. қарсыласты мен бүгін жеңіп кетем деме берсе әулие бабаларым құдай өзі оң қылып қадамыңды Şap. таудай Öyle. қылып беріпті ғой талабыңды туған тілде сөйлей алмай деп айтады танадай шүйіріп танауыңды мен бүгін інім деп құрметтедім сен маған тартсаң дағы садағыңды Қалина ашуланбай тұрған кезде үйге қалай қарай жалтыра табаныңды қоғамға тиген пайдаң осы болсын одан да оқи қойшы сабағыңды Öyle. Udamanya туралы. Öyle. Al şapşapağı. Böyle. өлең жырды өрледің талабың көп шаштарың үрпиіп тұр ұрғандай топ мен негізі қатты айтысып тұрған жоқ едім үлкен қыздың обалына қалуға уақытым жоқ Öyle. Udamanya туралы. Udamanya. өлеңдерге көп оқып тойып едім бұрын соңды айтысты қойып едім менің негізі мақсатым әнші болу Öyle. бас жүлдені ала беретін әнші едім әриғагым Öyle. Hasır. тақырыпты аша білу міндетіміз ей қарсылас өлең шығар тездетіңіз удамандар жайлы білесің бе удамания жайлы не айтасың не есіңде әриғагым Böyle. сөз маржанын тереңнен тергенің жоқ қырт жыр қамшысын дұрыстап өргенің жоқ жаттап келіп сұрақты жаудырасың отырма мені жеңіп өрлегіңдер сұрағыңа жауап беріп отырардай емтихан тапсыруға келгенім жоқ жақсыларды көргенде қуанамын
Жамандарды көргенде қуарамын. Шашың мына сенің өрпейіп тұр деп айтасың, тарыдай талқанымды шығарамын. Қазақтың өлең қуған бір қыз едім, түскенше қуалаймын құмалағын әйгей. Болмайды ғой жүлдені сұрау деген, күн ауған шашырлайды жырау деген, бас жүлдені аламын деп қояды. Көз алдым айғайып болып кетші бұнда, ауыратын тауықтай тұмауменен әйгей. Büyüdü. Алғасылас осы жерден қоя салшы. Орныңды осы орыннан қоя салшы. Büyüdü. Емтиханды сылтауратып келіп отсың. Жауаптарын білмеймін деп айта салшы. Büyüdü. Al cevabını. Екеуміздің айтысымызды жеңіп тұрмын. Мықты айтыскерсің білемін, сеніп тұрмын. Büyüdü. Білемін, қатты ұрып қоятыныңды. Оның бәрін көзбенен көріп тұрмын. Büyüdü. Жақсы, көп рахмет.